Сәлем қыздар, біз телефонымызға 1688-ді жүктедік. Енді біз оған приложенияға кірейік. 1688 приложения значогы мені осындай. Осыған қазір басамыз. Мені біз кірді қыздар. Бұл біздің главный экранымыз 1688-дің. Енді өзіміздің личный кабинетімізге кірейік. Ол үшін астындағы бұқаны басамыз. Одан кейін мынау көк түсті Alipay дегенді басамыз. Alipay мен кіру деген сөзі. Одан кейін тағы да көкті басамыз. Мінекей біз өзіміздің личный кабинетімізге кірдік Alipay арқылы. Үстіндегі тұрған бұл біздің логиніміз, 1688-де тіркелген. Енді қыздар, мен сізге 1688 туралы түсіндіре кетейін кішкене. Үстіндегі тұрған бұл біздің поисковик. Бұл жүйе сөзбен іздейміз және фотомен іздейміз. Ал астында тұрған мынау главный экран 1688. Одан кейін тұрған бұл сортировка. Одан кейін тұрған бұл біз магазиннің продавецімен сөйлесу. Одан кейін тұрған бұл список заказов. Және одан кейін тұрған бұл біздің личный кабинетіміз. Ал бұл біздің лентамыз 1688-де. Бұл жерде 1688 бізге өзіміз көбінесе жиі қандай сөзді, қандай фотоны іздеп қолданамыз. Сол бізге 1688 осылай ұсынып отырады. Киімдер, мен мысалы көбінесе детский киімдер іздеймін, сондықтан 1688 маған көбінесе осыларды ұсынып отырады. Ал қыздар, сортировкаға кірейік. Бұл жерде категориямен белгіленген. Бұл әр категорияны сіздер өзіңіз қарап шығуыңызға болады. Мына жерде электроника, бұл жерде міне женский киімдер, қай затсыз сатып алғыңыз келеді, сатқыңыз келеді, айналысқыңыз келеді. Осылай категориялармен қарап, іздеп, заказ беруге болады. Қыздар, қарап шығып шығыңыздар. Осылай міне көрдіңіздер ма? Енді біз астына өзіміздің магазин продавецімен чатына өтейік. Мінекей бұл Таобаода айтқандай, қалай продавецпен сөйлесу, жерде осылай продавецтермен сөйлесесіздер. Өзіңіздің керек затыңызды сұрауға болады. Енді астындағы бұл біздің список заказымыз. Таобаода корзина деп аталса, бұл жерде список заказ. Сатып алам деген заттарыңызды жерге саласыз. Бұл жерде де Таобао сияқты көп сала бермеңіз заттар, қыздар. Жақсыма тоже блокқа түсіріп жүреді. Енді одан кейін бұл біздің личный кабинетіміз. Бұл жерде Таобао сияқты мынандай значоктар бар. Бұл бірінші значок. Бұл бізде кошелек сатып алынған және бірақ төленбеген затымыз. Ал одан кейін екінші тұрған бұл уже төленген отправкаға дайындалып жатқан затымыз. Одан кейін грузовик, бұл уже біздің Қытайдың складына бара жатқан заттарымыз. Одан кейінгі міне тұрған бұл уже складқа жеткен деген сөз. Одан кейін бұл жерде возвратқа жіберген, возврат жасалған заттар. Ал үстіндегі мынау қытайша жазу, бұл біздің сатып алынған заттарымыз. Осы уақытқа шейін қандай затты сатып алдық, өшеде бүкіл заттарыңыз тұрады. Кәні кіріп көрсетейін мен сіздерге. Мен осындай заказ сатып алғам, осындай киімдерді. Мінекей осы жерде бүкіл заттарым менің тұр. Қыздар, осылай қарауға болады. Осы қыздар, келесіде сіздерге суретпен және фотомен іздеуді көрсетемін.